Сәлем қымбатты оқушым. Бүгінгі біздің бірінші күніміздің бірінші бөлімі бұл видео Инстаграмның интерфейсіне арналады. Бұның өзі біршама жұмыс, бұның өзі біршама еңбекті талап етеді. Енді қараңыз, неге Инстаграм арқылы табыс табу дейміз? Себебі қазір статистика бойынша қарасақ, 90% адамның өзі күніне жай просто Инстаграмға сторис қарау үшін кіреді. Ол дегеніміз, бізде үлкен мүмкіндік бар Инстаграм арқылы өз өнімізді көрсетуге, жарнамалауға және жеке бренд болып қалыптасуымызға. Жеке бренд болып қалыптасу үшін, өзіңіздің өніміңізді жарнамалау үшін ең бірінші сізге Инстаграмның интерфейсі ойдағыдай оформление жасалған болу керек. Бірінші кірген адамға Инстаграмның интерфейсі көзге әдемі, жинақы, ұқыпты, түсінікті болу керек. Сізге бірінші клиент кірген кезде 3 секундта сіз келген клиентті ұстап қалуыңыз керек. Ол не үшін және қалай дегенде, қараңыз. Клиентті ұстап қалудың 4 жолы, яғни осы 4 түрлі критерийға сіздің профиліңіз сәйкес келу керек. Ол біріншісі, сіз не сатасыз. Екіншісі, кімге не үшін керексіз. Үшіншісі, басқалардан немен ерекшеленесіз. Төртінші, дәл қазір не істеу керек. Жеке-жеке тоқтала кетсек, не сатасыз. Например, мусульманская одежда, либо детская обувь из Турции деген сияқты анықтап жазып кетесіз. Оны қай жерге жазу керек екен? Жеке-жеке бұл бөлімдерге негізгі тоқталамын. Және кімге не үшін керексіз дегенде, мысалға, для покрытых женщин и не только. Или для мужчин, для полных женщин деген сияқты жазылып тұрады, сондайлар. Одан кейін басқалардан немен ерекшеленесіз? Дәл осы жерде сіз өзіңіздің ерекшелігіңізді басып жазасыз. Яғни, бесплатная доставка по РК дейсіз ба? Немесе качество гарантируем дейсіз ба? Сондай бір сөздермен жазасыз ерекшелігіңізді. Одан кейін төртіншісі, немесе мына жерде әр жұма сайын сыйлық, немесе әр жұма сайын менде бір пайдалы сабақ болады деген сияқты жазып қойыңыз. Одан кейін төртіншісі, дәл қазір не істеу керек. Бұны да адамдарға сіз мынаны бас, кір, жаса, лайк бас, комментарий қалдыр демесеңіз, қазір адамдар оны да жасауға лень. Бір айтып тұрмасаңыз ғана жасамайтын сияқты болып тұрады. Сондықтан номеріңіз қалдырсаңыз, обязательно үстіне байланыс, немесе для заказа, для заявки деген сияқты сөздерді қосып, обязательно солай жазыңыз. Бағанадан бері айтып отқан интерфейсіңіз, ол алғашқы көзге түсетін логиніңіз, аватарка фотоңыз, шапка бөліміңіз, актуальный сторис және алғашқы лентадағы 9 фото и подписки бөліміне кіреді. Жеке-жеке тоқталатын болсақ, біріншісі логин. Сіздің аккаунтыңызға кірген адам логиніңізді оқиды. Немесе тікелей эфирде біреуде отырып пікір жазатын болса, сіздің егер логиніңіз түсініксіз болатын болса, ол кісі даже оқымайды. Және де сіз айтқанға жеңіл, жазғанға да жеңіл, сондай бір түсінікті болу керек. Ұзақ болмау керек. Кейбіреулер мысалы аты жөні, фамилиясын барлығын қосып жазып қояды. Мысалы сізге ол оңай болуы мүмкін, бірақ басқаларға жазуға қиын. Мысалға мен Алтынай Буталипова дейтін болсам, бұл жерде вообще путаница болады. Мен А, Б, Е, У деп айтып тұруым керек болады. Себебі мен өзімнің фамилиям түсініксіз екенін білемін. И сосын кейін мен олай жазбаймын. И одан кейін сандар болмау керек бұл жерде. Біреулер жазып қояды, там Алтынай 12-17-1995 деген сияқты. Бұл как бы сандар тұратын болса, кейбір адамдарға бұл бір робот сияқты или бір бот сияқты ощущение қалады. Сондықтан мейлінше санды қолданбаңыз. Егер сан тұратын болса, пожалуйста, өзгертіңіз. Одан кейін көбісінде тағы бір қателік жіберетін бұл жерде. Нижний пробел, точка, нижний пробел деген сияқты элементтарды бірге пайдаланады. Ол да біріншіден адамдарға жазуға қиын, клавиатураны ауыстырып жатады, и есте сақтауға кішкене қиынырақ.
Одан кейін official, sweet baby, beverly girl, қазір көбінесе 13 жасар қыздарымыз сөйтіп пайдаланады, немесе beatrice, немесе army дей ма, сондай бірдеңе жазып қояды. Сіз қаншалықты ондай фанат дейді ма, онда сыртқы ортаға бүйтіп логинге жазып қажеті жоқ деп ойлаймын. Осы жерде логиніңізді айта келген жағдай, егер сіздің өніміңіз болатын болса, компанияңыз болатын болса, тек қана сол компанияңыздың атын жазып кетіңіз. Мысалға, Suzuki, Mercedes деген сияқты болады ғой, немесе Toyota City дегендей, немесе бір білмеймін, бренд болатын болса, менде мысалы өзімнің Соти бренд деген магазин бар, сол сияқты қылып өзіңіздің өніміңіздің атын жазып қойыңыз. Немесе оқу орталығы дейсіз ба солай. Одан кейінгі аватарка. Бұл аватарка паспорттағыдай басыңызбенен кеуде тұсыңыздың анық, айқын, әдемі, качественный суретіңіз болу керек. Ал егерде, бірақ ни в коем случае артында ақ фон болмасын. Ақ фон ол кішкене жеп қояды. Качествосын жейді, немесе көрсетпей тастайды. И сіздің логотипіңіз болса да, мысалы Mixit деген магазин логотипі бар, вроде же нормально жазылып тұрады, бірақ артында ақ фон, и кішкене оқылғанда көзді ауыртып, и түсініксіз болады. Сол сияқты ақ фонда ешқашан аватаркаңызды қоймаңыз. И сосын кейін бұл жерде тойда түскен сурет, немесе артында бір 1045 адам тұрған сурет, немесе бір досыңызбен түскен сурет деген сияқты болмау керек. Ол сіздің страницаңыз ба, сіздікі ғана суретіңіз анық, айқын тұрған суретіңіз болса, нұр үстіне нұр болады. Одан кейін шапка профиліңізге келдік. Енді шапка профилі. Бұл жерде имя, фамилия, о себе деген байланыс құралдарын қоятын жерлер бар. Адресіңізді көрсететін. Ең біріншісі имя деген. Имя ол өте маңызды. Неге? Себебі ол поиске қатысады. Мысалға, сізде ол жерде атыңыз жазылыпты. Мысалға, Алтынай Беуталипова деп мен жазып қойдым. Бірақ мен әнші емеспін, мен актриса емеспін, мен былайша халықтың алдында жүрген журналист емеспін дегендей, мені көбісі тани бермейді. Таныса бір достарым деген сияқтылар тануы мүмкін, туысқандарым. Ал бірақ мен аудиторияға, басқа аудиторияға өзімді көрсету үшін аты жөнімді пайдаланбаймын. Ол жерде мысалы жазып қойдым, SMM, таргет деген сияқты қылып. Себебі поиске жазғанда мені ешкім Алтынай Беуталипова деп іздемейді. SMM, таргет деп іздеуі мүмкін, бірақ имя, фамилияны ешкім іздемейді. Сол сияқты магазиніңіз болса, например, стильные вещи деп жазбаңыз. Женская одежда ма? Женская одежда. Мужская одежда, детская обувь деп солай жазасыз. Например, бір жерде жазып тұрады, красота спасает мир деп, и не поймешь. Не поймешь болғанда, оны сен іздемейсің, поиске ешқашан сен красота спасает мир деп жазбайсың. Салон красоты керек па? Салон красоты деп жазасыз. Мысалы, өзіңізде де ойлаңызшы, сізге аяқ киім керек болды. Не деп іздейсіз? Стильные вещи деп іздемейсіз ғой, например. Женская обувь деп іздейсіз. Сол сияқты имяға өте қатты мән беріңіз. Егер де сіздер өзіңіздің аты жөніңіз жазылып тұрса, пожалуйста, өзгертіңіз. Немен айналысасыз? Фудблогер ма, фудблогер, лайфстайл ма, лайфстайл, немесе бір отбасылық блог дейсіз ба, солай қылып өзіңізді өзгертіңіз. Сосын осы жерде айта кететін нәрсе, жеке аккаунт пен бизнес аккаунтыңызды ешқашан араластырмаңыз. Ол дегеніміз, жеке өмір ол сіздің жеке өміріңіз, бизнесіңіз ол сіздің бизнесіңіз. Жұмысқа да орналасқанда, жұмысқа өзіңіздің бас жағыңызды алып бармайсыз ғой. Енді сол сияқты, немесе бір кухняңызды алып бармайсыз дегендей, сол сияқты екеуі араласып жатады кейбір аккаунттарда. Білмейсің, бұл не сатады. Ешқашан араластырмаңыз. Егер де менің жеке аккаунтым, мені қимаймын, осы өзімнің аудиторияларыма үйреніп қалған, өзімнің жаңа детская одежданы көрсеткім келеді десеңіз, онда, пожалуйста, өзіңіздің жеке аккаунтыңызды бизнес аккаунт қалдырып кетіңіз, детская одежда деп өзгертіңіз. Ал өзіңізге жеке бөлек, например,
Арман Қанатқызы деп жеке бөлек аккаунтыңызды тағы да ашып алыңыз и сол жаққа өзіңіз спокойно достарыңызды, адамдарыңызды жинай беріңіз. Ал мына аккаунтыңыз сол өзіңіздің ескі аккаунтыңызда қала берсін. Тағы да бөлім ол актуальный сторис бөлімі. Бұл жердегі өте маңызды нәрсе тоже. Кейбір аккаунттарда бұл даже атымен жоқ. Қазір адамдар 80% сторис қарайды. Сторизбен сауда қатты жақсы жүреді. Продажниктардың өзі жасаған кезде осы сторизбен тікелей эфирмен сатуды өте қатты пайдаланады. Егер сізде затыңыз болды, магазиніңіз болса тіпті жақсы. Күнде сторис ашығыңыз, көрсетіңіз. Достар, мына платьеде мынандай размер қалды. Мына витринада тұрған аяқ киімдердің барлығы 9990 теңге дегендей қылып күнде сторис ашып тұрыңыз. Как минимум 10 сторис күніне. Одан кейін егер де магазиніңіздің ішінде жүретін болсаңыз, пожалуйста, тікелей эфирге шығыңыз. Адамдарға ол жерде не қызық екен, сізден қандай киімдер қалайды екен, тағы сұрап қойыңыз. И сосын аудиторияңызбен всегда кері байланыс болсын. Сіздер қандай не әкелгенімізді қалайсыздар, тағы не қосқанымызды қалайсыздар дегендей. И бұл жерде тағы бір айта кететін менің лайфхак, егер сізде бір өнім болатын болса, мысалға платье сатсаңыз, жанына обязательно орамалдар, немесе аксессуарлар, сондай бір, немесе бір ремендар, бір болады ғой, сумка деген сияқты, сондай бір заттарды әкеп қойыңыз. Мысалға, мен сразу бір магазинге барсам, көйлек алам, и соответственно сол жерден орамал алып кетем дегендей. Сондай бұл да өз продажаның бір несі, құпиясы, яғни арасына бір зат қосып жіберу дегендей. Телефон болса жаңа чехол немесе зарядка деген сондай бір. И бұл жерде стористан сондай нәрсені всегда адамдардан сұрап отырыңыз. Сізге не қызықты, қандай өнімді қалайсыздар дегендей. И ал егер бренд болсаңыз, дәл осы жерде сіздер менен не оқуларыңыз келеді, менің сіздерге қай сторизім қызықты дегендерді барлығын сұрап, кері байланыс, аудиторияларыңызбен кері байланыста отырыңыздар всегда. Одан кейін бір актуальный сторис бөліміне қарасын, кейбіреулер түсініксіз, бір обложкасында 1045 смайлик тұрады, біреусінде типа friends деп жазып қойды, біреусіне қарасаң отбасым деп тұрады дегендей. Яғни бұл жерде барлығы бір стильде жазылу керек, бір шрифтта жазылу керек. Одан кейін қазір ғана түсініксіз бір фонтспен жазылатын кириллицаға емес, түсініксіз бір әріптер болады ғой, соны көбісі жаңағы имяға да жазып қояды. Әдемі болып тұрсын деп. Бұл әдемілік әдемісіменен, бірақ оның имяңыз сіздің поиске қатысатыңызды, сторис бөлімі сіздің оқитыныңызды, шапкаңызды тоже адам оқитынын ұмытпаңыз. Имяны өрне болып тұрса, мен шыны керек көзім ауырып кетеді, деп оқымаймын да. Сондықтан ең бірінші адамға удобство болу керек. Оқығанда сразу оқып кетсін. Смайлик болса, угадать етіп отырмасын, на смайликтердің арасынан ары қаратай сторисін ашсам не бар екен дегендей ғой. Сол сияқты менің асханам, менің кухням, немесе менің рецепттар, менің білімім, менің кейсім, мынау мен жіберген таргет деген сияқты актуальный сторис бөлімін қысқа нұсқа қылып жазып қойыңыз. Одан кейін безендірген кезде де бір түстес шаблондар болсын, немесе бір өзіңіздің жеке түскен бір өзіңіздің әдемі качественный бір суретіңіз болсын. Сондай бір қазіргі трендқа сай сәндеңіз. Оны қалай сәндеу керек екенін мен сізге бөлек видео ретінде түсіріп жіберетін боламын. Ал егер бизнес аккаунт болсаңыз, сізге товарларыңызға наличие, новая коллекция, доставка, адрес, отзывы деген сияқты бөлімдер қосуға тура келеді. И всегда өзіңіздің конкурент дейді ғой, сол конкуренттеріңізді қарап отырыңыз. Сізде мысалы SMM маман болатын болса, басқа SMM мамандар не істеп жатыр екен, олар қалай қойды екен деген сияқты шапкаңызды всегда салыстырып қарап, сәндеп, жөндеп отырыңыз. Мысалы, бүгін трендта болған актуальный сторис highlights, ертең трендтан қалып қою мүмкін деген сияқты. Сондықтан и всегда мода, тренд деген нәрсені осы инстаграмда да алып жүріңіз.
Ал енді жаңағы хайлайтс қайтадан келсем, ол наличие бөлімде мысалға мен 9 фотодан ары қаратай түссем, примерно ойлауым мүмкін. А может, мына аяқ киімнің мына размері қалмай қалған шығар. А может, мына көйлек 44-і жоқ шығар деген сияқты. Сондықтан всегда қыздар, мына көйлектің 42-сі қалды, мынаның 48-сі қалды. Асығыңыздар. Немесе скидка деген бөлімді ашып қойсаңыз, асығыңыздар. Бүгін скидкамен 10 000 теңге деген сияқты жаңағы скидка деген хайлайтсқа салып қоясыз. И новая коллекция келгенде қыздарымның новая коллекция келді, мынандай деп, оны тоже новая коллекция деген бөлімге қосып қоясыз. Егер всегда адамдарға айтқанға оңай болады. Сіз егер тікелей эфирге шығып жатсаңыз, немесе сторисқа өзіңіз шықсаңыз, айтасыз: достар, мінекей мынандай келген коллекция, осы хайлайтс бөліміндегі новая коллекция деген жерде тұр. Кіріп көріп, маған скрин жасап жібере беріңіздер деп. Сізге де оңай, клиентке де оңай болады. Сосын доставка. Үйде отырып мен мысалға бір ауылдың шетінде тұратын болсам, примерно ойлауым мүмкін: маған қанша күнде келеді екен, 7 күнде келеді ме екен, сосын ақшасын сразу төлеуім керек пе екен дегендей. Всегда предоплата или 100% оплата деген сияқты барлығын жазып кетіңіз. Торговый домның бір қуысында тұратын болсаңыз, онда торговый домның есігінен кіргеннен бастап сіздің магазиніңізге дейінгі аймақта түсіріп шығыңыз. Былай жүресіз, мына жерден оңға бұрыласыз, мына жерден солға бұрыласыз деп. Себебі адамдар сізде адаспай табу үшін. Бұл жағдай тура менің басымда болған. Одан кейін отзыв. Сіздің товарыңыздың немесе жұмысыңыздың нәтижесін көргілер келіп кейбір адамдар. Сондықтан осы отзыв бөлімін всегда, сіз бренд болсаңыз да, бизнес аккаунт болсаңыз да, осы бөлімді қосып қойыңыз. Келесі геолокация немесе адрес. Ол міндетті түрде жазыңыз. Себебі адамдар тек қана адреспенен келуі мүмкін. Адрес ретінде, мысалы, Нұрсұлтан дегеннің үстін басып, кіріп, сол Нұрсұлтандағы көйлектерді қарау мүмкін, аяқ киімдерді қарау мүмкін. Ұнап қалса, суретіңіздің үстін басып, сіздің аккаунтыңызға келеді ол адам. Ал егер сіздің нақты бір адресіңіз жоқ, онлайн магазин болып, үйіңіздің адресін көрсетіңіз келмесе, онда только қала мен елдің атын жазып қойыңыз. Келесі бұл активная ссылка бөлімі. Активная ссылка бөлімінде бұл жерде де тоже бір емес 2-3 қателік бар. Ол дегеніміз, біріншісі просто номерін жазып қойды. +777 деп өзінің номерін жазып қойды. Ол біріншіден адам сіздің номеріңізді былай кіріп сақтамайды. Ол жаңағы контактісіне жазып, потом сізді сақтап, WhatsApp-нан іздеп жатпайды. Сіз СМ маман болсаңыз, онда бір кейсіңіз ұнап қалды дейік бір кісіге. Сізге бір заказ берейін десе, либо сіздің номеріңіз жоқ, сізге қалай байланысу керек екенін ана кісі білмейді. Сіздің жаңағы дайректіңізге жазып, ол пока сен жауап алғанша айнып қалуы мүмкін. Сондықтан постарайтесь номеріңізді қалдырып кетуге. Таплинк сілтемеңіз болса, соны да жазып кетіңіз. Бұдан кейін екінші қателік va.me/ деп 7777 деп қояды. Бұл жерде неге қателік? Кейбіреулер мүмкін түсуі мүмкін сіздің WhatsApp-ыңызға, бірақ кейбіреулер адасып кетеді. Қалай адасып кетеді? Яғни оны сразу скачайте WhatsApp деп App Store-ға немесе Play Market-ке лақтырады. Одан кейін одан закрыть деп шықса, уже сіздің номеріңізден айырылып қалады. Сондықтан бұл жерде сіз жай ғана WhatsApp емес, WhatsApp бизнестің ссылкасын қойыңыз. Оны қалай алу керек екенін тағы да видео ретінде жіберетін боламын. Осы жалпы қателіктер ссылка бөлімінде. Таплинкіңіз болса, тіпті жақсы таплинкті қойып қойыңыз. Оның мүмкіншіліктері енді өте жоғары, себебі сіз туралы ақпаратты ол жерден үйді біледі. Бизнес аккаунтыңыз, товарыңыз болса да, қай жақтан келген ол товар, доставка қалай жүреді, график работаңыз қандай дегендей, соның барлығын осы таплинкте жазып қоясыз. Тағы бір айта кететін жағдай, көбісі жаңағы тағы бір қателік бар дедім ғой, ол әрекетке шақырмайсың. Call to action дейді. Яғни әрекетке шақыру батырмасы ешкімде жоқ болады. Яғни бір сөз. Мысалы, қаншалықты номер жазылып тұрса да, бір әрекетке шақыратын кейбір адамдарға сөз жеткізбей тұрады. Толчок дейді ғой. Сондай бір нәрсе жоқ болады. Сондықтан оның
номер қалдырасыз ба, төбесіне обязательно байланысқа немесе для заказа, для бартер, для рекламы деген сияқты сөздерді жазып кетіңіз. Қазіргі адамдарға бағана айтқанымдай, сіз әрекетке шақырмасаңыз, там лайк бас, комментарий қалдыр, подробнее бас, мынаған кір демесеңіз, көбісі без реакции өтіп кетуі мүмкін. Сондықтан обязательно байланысқа шақырыңыз. Енді сіздерге тапсырма. Осы айтылған мәліметтер бойынша страницаңызды мұқият қарап шығыңыз. Қандай қателер бар екен? Қате жоқ болса, дополнительно толықтырулар жасаңыз. Актуальный сторис бөлімін кішкене реттестіріңіз. Ал актуальный сторис бөлімінде алғашқы 9 фото ғана көру мүмкін. Ол жерде 15-15-20 шақты сурет болатын болса, ешкім қарамайды. Алғашқы 4 суретіңіз көріп шығып кетеді. Сондықтан сол жерді кішкене реттестіріңіз. Ал егер болмаса, оны обязательно құрыңыз. Бірінші жаңағы сторисге қоясыз, сосын барып актуальный сторисге лақтырасыз. Аватар, логиніңіз барлығын дұрыстап қарап шығыңыз. И маған до и после дегенде отчетін жіберіңіздер. Немесе тағы бір идеялар болса, сұраңыздар. Бизнес аккаунттар сіздерге айтатыным, подписка бөлімін азайтыңыз. Максимум 100 болсын. Тағы да мен қазір екінші бөлім видеосын жіберемін. Ал оғанға дейін осы ақпараттарды мұқият қарап, көріп, қателеріңізді түзеп, толықтырып шығыңыздар.